Бәріңе сәлем. Бүгін Құрсаудағы қыз сериалында Ниланның рөлін сомдаған Буржу Бережик туралы айтамыз. Сондықтан лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып, белсенді болайық. Буржу Бережик 1989 жылы 4 мамырда Анталияда дүниеге келген. 2006 жылы Анталияда өткен жерорта теңізі аруы сұлулық байқауында жерорта теңізінің ханшайымы болып таңдалды. Орта мектеп жылдарында қатысқан театр фестивалінде жүлде алған Бережик кәсіби актер болуға шешім қабылдады. Игі университетінің археология факультетінде бакалавриат білімін аяқтаған кезде Борномо муниципалитетінің қалалық театрында актерлық білім алды. Бережик актерлық мансабын қалалық театрда стажер ретінде бастады. Мұнда ол екеудің бірі, кемпірдің сапары, көзімді жұмамын, міндетімді орындаймын, Ормуздың жеті күйеуі сияқты түрлі спектакльдерге қатысты. Ол алғаш рет 2007 жылы Шоу ТВ арнасында көрсетілген Мачолар телехикаясындағы қосалқы рөлмен теледидарға шықты. Кейін Топырақтың күнделігі атты қысқа метражды фильмді түсірген Бережик 2011 жылы Канал Ди арнасында көрсетілген Артизм мектеп ТВ атты актерлық байқауға қатысып, Алижан Айтекемен бірінші орынды бөлісті. Кейін 2011 жылы Керемет ғасыр және 2012 жылы Разор Кемалдың телехикаяларында шағын рөлдерді сомдады. Сондай-ақ 2012 жылы Шоу ТВ арнасында көрсетілген Ағайынды жаулар телехикаясында Дерия есімді фракиялық қызды сомдады. Буржу Бережик 2013 жылы театр бір арнасында көрсетілген Бені бөлесеп телехикаясында Седа кейіпкерін сомдап түрлі жарнамаларға да түскен. 2014 жылы қараша айында Канал Ди арнасында көрсетіліп, 2015 жылы аяқталған Шереп меселесі телехикаясында Бережик Күбра кейіпкерін сомдады. 2016-2017 жылдар аралығында Канал Ди арнасында көрсетілген Қаят Саркысы телехикаясында Хулия Джеффердің рөлін сомдады. Ол 2019 жылы шыққан Титюрин фильмдегі басты рөлде Эрдар Пичикшиғолымен бөлісті. Сол жылы Стар ТВ арнасында көрсетілген Кузгун сериалында басты рөлді сомдады. 2020 жылы ол Бонжу кейіпкерімен Қызылорда телехикаясында қонақ актер ретінде көрінді. 2021 жылы ол Netflixке шыққан Фатма сериясында рөл алды. Бүгінде ол Канал Ди арнасында көрсетілген Құрсаудағы қыз телехикаясында Нилан кейіпкерін сомдайды. Актриса 2016 жылы Эмре Еткинге тұрмысқа шықты. Сұхбаттарының бірінде Буржу тамақ ішкенді жақсы көретін және қатты аш болса мейрамхананың тонап аспазды кепілге ұстауға дайын екенін айтты. Бүгінгі таңда Инстаграмда 4 миллионға жуық оқырманы бар. Достар, Буржу Бережиктің өмірі туралы ақпарат ұнады ма? Олай болса лайктарыңызды басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып кетіңіздер.